Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Нұрайдың әңгімелері. Күні кеше мен дүкенге азық-түлік алуға бардым. Сол дүкенде болған жағдайды сіздерге айтып берейін. Артымда бір әйел тұрды, жасы шамамен 40-45-тің шамасы шығар. Қолында бір наны мен айраны бар екен. Апай, сіздің затыңыз аз екен, менікі көп, қазір мен көп күтіп қаласыз, өте беріңіз деді. Ол кісі тұрды, түсінбедім деді. Сіз қазақсыз ба дедім. Да, я казашка деді. Қазақ болсаңыз, онда қазақша түсіну керексіз ғой, өтіңіз дедім. Түсінбедім деді. Өтіңіз дедім. Сен әдейі істеп тұрсың ба деді. Мен саған орысша сөйлеп тұр, маған орысша жауап бер. Әлде сен орыс тілін білмейсің бе, түсінбейсің бе, сөйлей алмайсың ба? Ойбай, сен жас емессің бе? Жастар деген қазір үйренуге талпын болушы ма еді? Не сұмдық мынау, не сұмдық Құдай-ау, қазір жастар орысша білмейді деп, уже орысша сөйлеп, ана кассирге сөйлей бастады, бүкіл магазинді басына көтерді, менің жекеме кетті. Мен орыс тілін білемін негізі, бірақ менің жекеме кетіп жатыр да, орыс тілін білмейсің деп. Сосын мен тұрдым да, апай, кешіріңіз дедім. Мен неге орыс тілін білмегенім үшін ұялуым керек? Сіз ұялыңыз. Қазақ бола тұра қазақ тілін білмегеніңіз үшін сіз ұялыңыз. Қазіргі жастар сіз сияқты үлкендерден үлгі алмайды дедім. Кешіріңіз дедім. Мен сізден үлгі алмаймын дедім. Үлкен басыңызбен сізге бұлай сөйлеп тұрғаным қате болар, бірақ сіздікі ұят дедім. Ол кісі тұрды, үндемей заттарын алды, кетіп қалды. Ана жерде кассир, жақсы айттың қызым, молодец, анау мынау деді. Сосын ағай, бұл жерде мен жақсы айтқаным демеші, әңгіменің бәрі дедім. Сіз менің әңгімемнің төркінін түсіндіңіз ба дедім. Қазақ бола тұра қазақ тілін білмеу ол ең ұят нәрсе. Кезінде Міржақып Дулатұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, қазақтың талай алаш зиялылары қазақ тілін дамыту үшін, қазақтың тілі жоғалып кетпеу үшін өз терлерін төкті, тіпті халық жауы болуға дейін барды. Сонда оның бәрі осы қазақтар үшін ба дедім. Қалай болды дедім. Қазақ бола тұра қазақ тілін білмей, қазақ жерінде жүр, бұл өте ұят нәрсе. Даже орыстардың өзі қазақ тілін біліп, қазір үйреніп жатыр дедім. Жақсы дедім да, заттарымды алып тастап кетіп қалдым. Сол күні бір ой мазалады мені. Қазір солай сіздерге айтайын. Бұл видеоның түйіні не болды, соны айтайын. Бұл видеоны мен не үшін түсірдім, соны айтайын. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп бекер айтпаған. Дұрыс, өзге тілдің бәрін біл, сауатты бол, бірақ өз ана тіліңді ұмытпа. Өзіміздің ана тілімізді кез келген жерде дәріптейікші, қазақша сөйлеуге тырысайық, қазақша жауап беруге тырысайық, қазақ тілін барынша дамытайық. Әйтпесе тіл жоғалып кетеді. Тіл жоғалса, елде жоғалады. Ел жоғалса, жерде жоғалады. Сондықтан да айтқым келген осы, түсіндіңіздер деп ойлаймын, бастарыңызға жетті деп ойлаймын. Кейбіреулеріңізге рахмет көп-көп. Тілімізді дамытайық, тіліміз жоғалып кетпесін.